Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін сүзбелі бәліштің рецептісін ұсынамын. Бәліш сондай жұмсақ әрі дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен қатар менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен таза ыдысымызға ерітілген сары майды құйып, үстіне қантты, бір жұмыртқаны және де бір ас қасық қаймақты саламыз. Қаймақтың пайызы 15-20% пайызды қаймақты қолданасыздар. Ендігі кезек ұнның үстіне бір шай қасық қопсытқышымызды салып, дайын болған массамыздың үстіне саламыз. Менде жоғары сұрыпты ұн. Ұнның барлығын бірден салып жібермеңіздер, аз-аздан салып, жақсылап қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін пищевой пленкаға орап 20 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Оған дейін салмасын әзірлейміз. Бізге дүкеннің 15 немесе 20% қаймағы керек. Қаймақтың үстіне 250 грамм ірімшігімізді саламыз, 140 грамм қантымызды саламыз, 3 жұмыртқа және де жүгері крахмалынан салып, 1 шай қасық ванилин немесе ванилин қантын салып, жақсылап араластырамыз. Массамызды ешқандай түйіршік қалмайтындай қылып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Егер блендер болмаса, онда мен секілді венчикті болмаса шанышқыны қолдансаңыздар болады. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, формаға қолымызбен видеода көрсетілгендей етіп жайып шығамыз. Менің формам 24 сантиметр. Енді үстін осылайша шанышқымен тегістеп шығамыз. Сол кезде біздің бәлішіміз теп-тегіс әдемі болады. Дайын болған сүзбелі массамызды қамырдың үстіне құйып, қызып тұрған пешке 170-180 градуста 35-40 минутқа қойып пісіреміз. Ыстық қайнап тұрған судың үстіне шоколадты осылайша салып қоямыз. Мінекей біздің пирог пісті. Енді үстін жаңағы ерітілген шоколадпен осылайша әсемдеп шығамыз. Қарасаңыздар, өте әдемі болып шығады. Дәмі де сөз жоқ, керемет болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Айгерім. Қош, сау болыңыздар.